Назым Слям қызы әр тасына ертегі тұнған жер. Ерте ертеде бір жазық өлкеде Алтай деген хан болыпты. Құдай бір бала бермей қинапты. Күндердің күнінде әйелі жерік болып, айы күні жетіп егіз қыз туыпты. Елдің көзі өтпесін, тілі тимесін деп бірін қатын, екіншісін ақ бұлқақ деп қойыпты. Қатын деген сөз Алтайдың ата-бабасының тілінде патшайым, ханым деген мағынаны, ал ақ бұлқақ деген сылаңдаған сұлу деген мағынаны білдіреді екен. Екі қызы да ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу екен. Құда түсіп келмеген бай айттырмаған манап қалмапты. Ақ бұлқақты бұқтырма деген өзі батыр, өзі ақын жігітке ұзатыпты. Қатын болса күйеуге шықпаймын деп қиғылық салыпты. Қарсыласу себебі бір күні қатын нөкерлермен серуендеп жүрсе бір аңшы кездесіпті. Әкесі қыздарын жігіт атаулыға көрсетпей баққан екен. Көрген адам ғашық болып, бермесем жауласу басталып кетеме деп әкесі Алтай екі қызын ешкімге көрсетпей баққан екен. Бір күні қатын сұлу нөкерлермен серуенге шығыпты. Келе жатса, алдарынан бір аңшы шығып қалыпты. Қапияда кездескен аңшы қызды көріп бірден ұнатып қалыпты. Жігіттің көзіндегі от қызды шарпып өтіп, қыз да ғашық болып қалыпты. Қатын сұлу нөкерлеріне бұл не қылған жігіт екенін сұраңдар депті. Сонда жігіт, ауылымда құс атып, аң аулап асырап жүрген бей деген кедей жігіт едім. Бір күні көлден су ішіп жатыр едім, көлдің беті дір етті. Қарасам, марал екен. Мені көрді де қашты, мен қудым, атып едім, құсқа айналып ұшып кетті. Орнында әппақ көйлек қалыпты. Сол көйлектің иесі бір күн келеме деп күтіп жүрмін депті. Қатын сұлу сіңірі шыққан кедей жігітті ұнатып қалып, әкесінің бермейтінін сезген соң күйеуге шығудан бас тартыпты. Бұл әңгіме Алтай ханның құлағына тиіпті де ашуға мініп, биге қойын бақтырып, қызын бір байға ұзатпақ болыпты. Ал қатын сұлу болса, қараңғы түнде қашып кетіпті. Әкесі Алтай шабармандарын жұмсап, кімде кім тауып алдыма әкелсе, соған күйеуге беремін депті. Шабармандар қуа жөнеліпті. Би болса, бағып жүрген қойды тастай сала, қатынды іздеп тауыпты. Қатынға жете алмаған шабармандар жол бойы өліп, тасқа айналып кетіпті. Қуғыншылардан Бабырхан есімді батыр ғана жалғыз қалыпты. Таулардан өтіп, тастардан өтіп, іздеген аруды таба алмапты. Ол бір жерге жетіп тынығып алуға жерге жата қалған кезде сиқыршы оны да тауға айналдырып жіберіпті. Ал қатын болса, суға айналыпты да, сүйген жігіті би екеуі қосыла аға жөнеліпті. Бабырхан қатын өзенін күзетіп әлі жатыр екен. Ал Ақбұлқақ болса, балалы шағалы болып, Алтай әкесінің атын шығарсын деп, ұлын әкесіне беріпті. Алтай Ақбұлқақ қызынан туған балаға қапияда айырылып қалған қызы қатынның мәртебесіне қатын қарағай деп ат қойыпты.
бір құрсақтан шыққан сыңары суға айналып кеткендіктен ақ бұлқақ та суға айналыпты. Қатын мен ақ бұлқақ екеуі таудың екі жағында әппақ болып ағып жатыр екен. Қатын қарағай менің туған жерім, кіндік қаным тамған жер. Қатын қарағай әлемге әйгілі Алтайдың шыңдарына туын қадап қойып, басына жоталарын жастап, белдерін басып, саурын сипап, арқасын күнге қыздырып, ойға батып жатқан жер. Ертегідегі Алтай хан ерке жиен ұлды ізбасарым деп санап, атын Қатын қарағай деп атаған. Алтай әкесі оның үсті басына кір жуытпай, шаң қондырмай, көз түйеді деп елге көрсетпей, бар дәулетін Қатын қарағайға арнап жинап, сандығына салып, қоймаларына тығып отыр. Алтай сан ғасырлар бойы қырғынға арқасын тосып жүрсе де, өр төсінде ұрпағын өсіріп, баласына мол несібесін сақтауда. Алтай әкесі Қатын қарағайдың тілеуін ерекше тілеген. Шіркін, менің мәртебемді асырар, өзім сияқты қолы ашық, ақ жарқын бір ұл туар ма еді деп көксеген. Жер тәңірінің батасын алған ұмай ана кішкентай шақалақты Қауа анаға әкеліп, арқасындағы алтын жалын көрсеткен. Сенің атағыңды шығарып, сені ардақтайтын осы ұлың болады. Алтын жалын ешкімге көрсетуші болма. Менің екі емшегімнен аққан екі өзен баланы жаман күштерден аластап тұрады. Тау сияқты өрлік бердім, тау сияқты талап бердім, тау сияқты сабыр бердім, таудың ақылын бердім, таудың байлығын бердім, таудың жігерін бердім, таудың тектілігін бердім, таудың бұлағының мөлдірін бердім, тауыңа текті аң бердім, 10 ғасыр жасайтын ағаш бердім, шипалы су, шүйгін шөп бердім, сені жерұйықтың мекен еттім деген екен Қатын қарағайдың кіндігін кесіп тұрған Хауа ана. Содан бері Алтай әкесі далақтаған тонының қатпар-қатпары, қалта-қалтасы, жеңі мен жағасы толған алтын мен күмісін қалың еліне сақтап отыр. Қатын қарағайдағы ұрпағына орманды аралатып, әрбір қарағайы тамырмен басып, бұтақтармен қолтықтаса қорғап тұрған кен байлықты түгел көрсетіп, тауса алмай жүр. Алтай әкенің арғы атасы оты кен еді. Қара орманына, таусылмас кен байлығына көзінің құрты түскен басқа елдер, қазақтан тартып аламыз деп таласқан кезде, құдайлар озбыр адамдарға ашуланып, жерге су жібереді. Аспан түбі тесіліп, айлар бойы жаңбыр жауады. Сол кезде ұмай ана топан судан шошынған адамдарды жердің бетінен көріп тұрып, не істеу керегін ойластырады. Сөйтіп, тау етегіндегі халыққа хабаршыға көгершінді жібереді. Жергілікті жұрт құс қанатындағы жазуды оқыпты да дереу іске кірісіпті. Олар үйлерін жығыпты, бөренелерден сал жасай бастапты. Бөренелерді матастырып байлау үшін арқандар керек болыпты, арқан табылмапты. Мұны көрген Алтынай деген кәрі ана Ақшуда шашын кесіп, салды байлапты. Ажалдан аман алып қалар амал табылғанына қуанған әйелдердің бәрі кейуананы қайталап
шаштарын кесіп, салдарын байлапты. Шаштың бәрі желкеден қиылса да, сал байлауға шаш қалмапты. Сол мезетте Алтынай ана жиған терген алтынынан шеге жасатып, тіркелген бөренелерді шегелеттіріп, адамдар топан судан аман қалып, 40 күн бойы су бетінде жүзіпті. Әлсіздер үміт үзіп, күңкілдеп, кәрі ананы қорлай бастаған кезде анаға ерекше күш бітіпті. Оны жанындағылар байқамапты. Алтынай ана салдарды жалғыз есіпті. Басқалары шаршап ұйықтапты. Тағы бір күн, бір түн өткен соң жердің шеті көрініпті. Адамдар салды жағалауға байлап, құрғақ жерге жүгіріпті. Сол кезде ең биік шыңның басында тұрған ақсақалды қария: "Осы жердің аты адамдарды бастап келген Алтынай ананың құрметіне Алтай деп аталады" депті. Бұл жер топырағы құнарлы, орманда көптеген аңдар бар екен, суында балықтар бар екен, шөптері шипа, ағаштары 1000 жылдық екен. Адамдар салдарын шешіп, қайтадан үйлерін салып алыпты. Содан бері Алтай өңірінде ағаш үй салу үрдіске айналып кетіпті. Алтайдың қатын қарағайы тойға барса, оқалы шапан жамлар, оюлы құрым етік киіп, кемер белдік тағынар. Жанына барқыт бешпент, мәре көйлек киген, моншақты орамал таққан келіншегін ертіп шығар еді. Бағлан қуырдақ дастарханға келіп, қазымен қарта желінген соң, сапырылған балқымызды сімірер еді. Артынан қаймақ қатқан қою шай құйылып, сары бауырсақ, жент пен ірімшік, құрт келер еді. Ағажан Алтайдың мақамымен мұңды әнді салар еді. Сол кезде қазақтың айналайын қасиетті қара домбырасының үні күмбірлеп, тыңдаушылардың құлағына дүркірей шапқан ат дүбірі келер еді. Әнге елтігендер сахарада қаталап келе жатып, Кәусар бұлаққа бас қойғандай шөлдері қанып, жандары рақаттанар еді. Көзін жұмып, балқи тыңдағанда жанарлары жасаурар еді. Қатын қарағай аңға шықса, қолына қыран бүркіт қондырып, соңына құмай тазы ертер еді. Қыстың әр күні қансонар еді. Жаз бен күздің әр күні сауықтай сайран, саятшылық еді. Сауық құрмай немене астына жорға ат мінсе, қамшысын екі бүктеп қолға ұстаса, құлағына бұлбұл құстың тамылжыта сайрағаны келсе, әшейінде қозғалмайтын қарағайдың өзі әнші құстың даусына құлақ түрсе, теректің өзі жігітшілік құрып елеңдесе, келіншек талдар алтыбақанда тербелсе, ақ қайың жарын күтіп елеңдей елтсе, қара жорғасының үстінде тек отыра алар ма шіркін? Алдынан ойнақтап ерке елік, кербез марал, шаңырақ мүйіз кер бұғылары шығар еді. Бұл аңдардың тілін білетін де ақ көңіл қатын қарағай еді. Қатын қарағай өзінің мінезі бұғыға ұқсап келе жатқанын сезер меді. Тиын атаулы мамық құйрықтарын ие қойып, басын әнтек көтеріп, кішкентай алақанындағы бал қарағай жаңғақтарын тастай сала тың-тыңдар еді.
Қатын қарағайдың төбесі көрінгенде самырсыннан самырсынға, қарағайдан қарағайға оқша атылып, зулап өнер көрсетер еді. Қатын қарағайдың жан торсығы жанында шөлдесе таудан аққан мың бір бұлағының біріне бас қоюшы еді. Зәм-зәм судан бір ұрттағанда кеңсірігі босайтын, екі ұрттағанда көзі шырадай жанатын, үш ұрттағанда көкірек көзі ашылар еді. Бұдан соң тау байрауын ала қонған жылқылы ауылға түсіп, бал қымызын сімірер еді. Шаршаса, қарағайдың көлеңкесінде мүк жастығын жастап, көкорай шалғынға аунай кетер еді. Ойға батып жатып, өзіндей ойшыл көк аспанды көрер еді. Ақ шарбы бұлттар ой әуенін бұзбай жай жүзер еді. Бұлбұлдар сорғалатып, көңілін қалықтатып, қайыңдар ән салып, талдар арқасынан сипап, теректің жапырақтары жамыраса, желпігенде қатын қарағай маужырап, ұйықтап кететін. Ұйықтап жатып, түс көрер еді. Түсінде ол адам ата мен Хауа ананың жанында жүргенін көрер еді. Хауа ана жерұйық өлкеде гүл теріп, адам ата тау басында тастан жасалынған хан тағында аса таяғын сермеп, қатын қарағайға аталы сөзін айтып жатыр. Жас жігіт басын изеп ұқтым деп ықылас танытқандай. Адам ата алақанын жайып бата берді. Бата алған жас бетін сипады. Бұқтырманың мәңгілік жігер ән ұранымен оянар еді. Оянған соң Алтай әкесіне түсін жорытар еді. Сосын Алтай әкесінің сақалын салалап отырып айтқан әңгімесіне құлақ қояр еді. Ертеде таулар енді түзіліп, сулар сыздықтап аға бастаған кезде, жер құдайы жер жәннәті болар жерұйық мекенді жаратпақшы болып, жаратушының алдына келіпті. Сеніңше жер жәннәті қандай болу керек деп сұрапты жаратушы. Жер жәннәті қазыналы қойнауы, гүл жайнаған белі бар, асқар-асқар тауы мен аспанмен таласқан шыңы бар, арқыраған өзені, мөлдір көлдері, шипа шөптері жайқалып өскен құнарлы топырақты жер. Жазы мақпал, қысы қатал, күзі көрікті, һәм несібелі, көктемі сұлу қыз келбетті, жүгірген аң, ұшқан құстан бұғы мен марал, елік пен арқар, құс патшасы қыран мекен ететін, бұлбұл сайрап, тиін ойнап жүретін, мың жылдық ағаштардың өсетін жері депті. Жарайды, депті жаратушы. Ақылыңа тәнтімін. Ол жерге иелік ететін адам баласы керек. Сондықтан онда жұмақтан қуылған адам ата мен Хауа ананы жіберіп, жер жәннатының солтүстіктегі есігі жасайық. Адам атаның рухы бар жердің адамдары текті болары сөзсіз. Бірақ осының бәрін орындау үшін бір құрбандық керек, дейді. Құрбандыққа не қалайсың деп сұрайды жер құдайы. Құрбандыққа сен бұдан былай жер құдайы болмайсың. Сен қарағай деген діңі қатты ағашқа айналып, осы құт мекенде өсетін боласың. Осы жерді күндіз түні күзетер сақшыға айналасың, дейді. Жер құдайының бұл құрбандықты қабыл алғаны айтпаса да түсінікті.